Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз өткен сабақта сендердің өткен з дыбысын тағы да қайталаймақпыз. Мен сендерге қазір тақтаға бірнеше суреттер ілемін, сол суреттер бойынша жұмыстайық. Суреттен нені көріп тұрмыз? Жақсылап қарайық. Өзен жағасы екен. Бұл суреттің ішінде өзен деген сөзде қандай әріп тұр? З дыбысы бар екен. З дыбысы өзен сөзінде сөздің ортасында екен. Келесі суретімізді жақсылап қарайық. Өзен жағасында қандай жануар жүр екен? Өзен жағасына зебра су ішуге келіпті. Зебра деген сөзді айтып көрсек, зебра. З дыбысы сөздің басында екен. Келесі суретіміз. Өзен жағасында немене жатыр екен? Бұзау. Өзен жағасында бұзау дем алып жатыр екен. Бұзау деген сөзді айтып көрекші. Бұзау. З дыбысы сөздің ортасында екен. Келесімізде. Тағы да өзен жағасында жайылуға қозы келіпті. Қозы деген сөзді айтып көрек. Қозы. З дыбысы сөздің ортасында екен. Олай болса біз өткен сабақта з дыбысын өткен екенбіз. З дыбысы қандай дыбыс еді балалар? З. З дыбысы дауыссыз болатын. Енді мен қазір сендерге балалар бір дыбыстар тыңдатам. Жақсылап отырып, назар салып тыңдайық. Ненің дыбысы дегенді? Жақсылап қарай тыңдайық. Екінші дыбыс. Тыңдайық. Бірінші дыбысымыз неге ұқсады? Неменің дыбысы секілді? Қандай қимыл әрекетті жасап жатыр бұл жерде? Қандай жануар бар екен? Қайта тыңдап көрейік. Жақсылап тыңдасақ, су ішіп жатыр екен. Бір жануар. Келесіміз. Тағы да бір жануар искелеп жүр екен. Енді келесі дыбысты тыңдайық. Ненің дыбысы екен балалар? Иттің дауысы екен. Олай болса біз бірінші дыбысымыз жаңа қайталап тыңдасақ, ит суды жалап ішіп жатыр екен. Келесі дыбысымыз. Ит қандай бір нәрсені искелеп жүріп жүр екен. Олай болса, бұның барлығы біріккенде қандай жануардың іс-әрекеттерін көрсетіп тұр екен? Иттің іс-әрекетін. Иттің іс-әрекетін көрсетіп тұр екен. Ит деген сөзді бәріміз бірге айтып көрекші. Ит. Ит. Ит сөзінде бізге таныс емес қандай әріп бар? Ойланайық балалар. Ит сөзінде бізге таныс емес и дыбысы айтылып тұр екен. Олай болса біз бүгінгі күні сабақта и дыбысы мен әрпімен танысады екенбіз. И дыбысы мен әрпімен танысады екенбіз. И дыбысы айтып көрейік. И дыбысы созылып, ешбір кедергі ұшырамай айтылғандықтан, и дыбысы қандай дыбыс екен балалар? Дауысты дыбыс екен. Біз осы дауысты и дыбысына ұқсас, тағы бір дыбыс өткенбіз. Қандай дыбыс өттік? Ойланайықшы балалар. Біз и дыбысына сәйкес өткен дыбысымыз дауыссыз и немесе қысқа и деп аталатын дыбысты өткенбіз. Бұл екеуінің айырмашылығы, бүгінгі өтетін и дыбысымыз дауысты болса,
Бұдан бұрын өткен біздің и дыбысымыз дауыссыз болатын. Енді олай болса, мен тақтаға біраз суреттерлем. Осы суреттерімізді атын атап, әріптеп көрейік. Бұл бірінші суретте көйлектің суреті бар екен. Көйлек сөзін әріптеп айтып көрейік. К, Ö, I, Ыл, Үк. Көйлек сөзінде қандай и дыбысы тұр балалар? Қандай и дыбысы тұр? Дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Көйлек. Ö дыбысынан кейін жазылып тұрған и әрпі келгендіктен, бұл жерде дауыссыз и әрпі тұр екен. Ал келесі сөзіміз, суретіміз. Келесі суретімізде ине. 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 Қандай дыбыс естіліп тұр? Дауыссыз, дауысты и дыбысы естіліп тұр екен. Дауысты и дыбысы. Келесі суретіміз. Ненің суреті балалар? Инеліктің суреті екен. Инелік сөзін тағы да буынға бөліп айтып көрейік. Инелік. Бұл жерде тұрған и дыбысымыз дауысты и дыбысы екен. Олай болса, и дыбысының бір-біріне ұқсас екі түрі болғанымен, біреуі дауысты, біреуі дауыссыз екен. Бүгінгі өтетін бүгінгі өтетін и дыбысымыздың жазбаша түрін жазып көрейік. Бүгінгі өтетін и дыбысының жазбаша түрі сендерге жазуға оңай түседі. Себебі біз бұдан бұрын нүктелі и немесе дауыссыз иді жазғандықтан. И дыбысының бастап жазу үшін ең алдымен кішкентай и дыбысының жазбаша түрін жазып көреміз. И әрпі жұмыс жолының ішінде оңға қараған ілмектен 2 рет жазамыз. Ал и дыбысының үлкен түрі көмекші жолдан басталып, оңға қарата тік таяқшамен төмен жұмыс жолына дейін түсіп, қайта жоғары көтеріліп, қайтадан төмен түсіп, оңға қараған ілмекпен аяқталады. И дыбысының біз мына жерде әріппен таңбаладық. Енді и дыбысының жазылуын сендерге түсінікті болғандықтан келесі кітабымыздағы и дыбысына арналған беттердегі сөздерді оқып көрейік. Қазір алдымен бір буынды сөздерді оқиық. Бұның бәрі оқулығымыздағы сөздер. Икс, ек, иін, ие, иір, иық. Менімен бірге тағы да бір рет қайталап оқып көрейік. Икс, ек, иін, ие, иір, иық. Мына жерде ие деген сөз. Неше буынды балалар? Кім айта алады? Неше дыбыс тұр мына жерде? 2 дыбыс тұр, 2 дыбыс тұрғандықтан бұл екеуі де қандай дыбыс? Дауысты дыбыс. Сондықтан неше буынды сөз болады? 2 буынды сөз болады екен. Ал мына жерде иір сөзі. Тағы да неше дауысты дыбыс бар еді? 2 дауысты дыбыс бар, сондықтан тағы да 2 буын болады екен. И-ір. Буын саны негізінен біз бұрынғы сабақтарда үнемі айтылып келген дауысты дыбысқа байланысты болады. Келесі сөздеріміз. Иба, иле, исі, ине, игі, изе. Тағы да бір рет оқып көрейік. Иба, иле, исі, ине, игі, изе. Келесі сөздеріміз. Иса, ира,
Имаш, Исатай. Бұл жерде көбінде адамның аттары берілген екен. Келесі. Біздің оқулығымызда мәтін берілген. Оқулығымызда ит деген мәтін берілген. Ит. Ит адамның адал да киелі досы. Жеті қазынаның бірі. Есін қорғаумен өтеді. Балалармен ойнайды. Мал қайырады. Аңда аулайды. Итке иесі қамқоршы. Ал енді бәріміз оқулығымыздан бірге оқиық. Оқулықтардың бетін ашып, ит мәтінін ашып қарап отырыңыздар. Ит. Ит адамның адал да киелі досы. Жеті қазынаның бірі. Есін қорғаумен өтеді. Балалармен ойнайды. Мал қайырады. Аңда аулайды. Итке иесі қамқоршы. Олай болса біз ит деген оқулығымызда тұрған мәтінді оқыдық. Енді осы мәтін бойынша қазір барлығымыз жұмыс істеп көрейік. Бұл мәтін не жайында еді? Ит жайында болатын. Ит адамның несі екен? Кім екен? Ит адамға не екен? Дос екен. Келесіде мәтінді түсінген болсақ, жақсылап қарап отырамыз. Келесіде ит жеті қазынаның бірі. Келесі ит сонымен бірге құтқарушы. Тағы да ит бізге қамқоршы екен. Сонымен бірге ит бізге көмекші де бола біледі екен. Біз егер мәтінді түсінген болсақ, иттің бізге дос екенін, жеті қазынаның бірі екенін, біздің құтқарушымыз екенін, көмекші және қамқоршымыз бола білетінін түсінеді екенбіз. Келесі, и дыбысына байланысты тағы да біздің балалардың көп қате шығаратын екі сөзі болады, сол екі сөз жайында жақсылап қарап отырайық. Бірінші сурет, ненің суреті тұр балалар? Тиіннің суреті тұр. Тиін бұл қайда болатын жануар еді? Бұл орманда болатын жануар. Тиін жануары орманда болатындықтан, оның ең сүйікті асы жаңғақ болатын. Балалар, біз тиін деген сөзге қазір өзіміз дәптерімізге сөйлем құрап жазып көрейік. Сосын тиын деген сөзді дұрыс жаздық па, теріс жаздық па, салғастырып көреміз. Тиын деген сөзге дәптерімізге сөйлем жазып көрейік. Тиын деген сөзге сөйлем жазып көрейік. Тиын деген сөзге сөйлем жазып болған болсаңдар, тиын сөзінің жазылуын есімізге түсіріп, мұғалімнің жазғанымен салғастырып көрейік. Тиын деген сөзді айтылған кезде тиын болып айтылғанмен жазылғанда тиын. Жануар болған жағдайда тиын деп айтылады екен. Ал келесі сөзіміз. Тағы да осы сөзбен айтылуы бірдей, бірақ жазылуы бөлек сөз. Ненің суретін көптіміз балалар? Тиынның немесе ақшаның тиын ең ұсақ бөлшегі болатын тиынның суретін көріп тұр екенбіз. Тиын деген сөзге тағы да
сөйлем құрап көрекші балалар. Тиын деген сөз көздерді тағы да сөйлем құрап көріңдер. Сосын жазылуын есімізге алып, мұғалімнің жазғанымен салғастырып көрейік. Тиын. Тиын деген сөзге сөйлем құрап болған болсаңдар, қалай жазғандарыңды өздеріңнің жазғандарыңмен салғастырып көрейік. Салыстырып көрейік. Тиын. Тиын. Егерде ақша болса тиын, ал жәндік болса тиын деп жазып, осылай үйреніп дағдылануымыз керек екен. Біз сонымен бірге жаңа ый деген дыбыс дауысты және дауыссыз болады дегенбіз. Осы дауысты және дауыссыз дыбыстар қалай келетінін, қалай жазылатынын білу үшін мен сендерге біраз сөздер бердім. Орнын тап деген. Осы сөздердің ортасына дауысты және дауыссыз ийдерді сәйкесінше қойып, дәптерімізге жазып көрейік. Қайсы ийді қоямыз дегенді. Дауысты ий жазылама, әлде дауыссыз ий жазылама дегенді. Көрейік. Бірінші, түйе. Қандай ий жазамыз деп өтсіңдер? Себебі ө дауысты, дауысты. Ал ортасында қандай ий жазылады деп өтсіңдер? Жазып көрекші балалар. Бұл жерге әрине дауыссыз ий келеді, түйе. Ал киім деген сөзге? Киім. Киім. Айтып көрекші. Қандай ий кеп тұр? Дауысты ий кеп тұр. Келесіміз. Көйлек. Көйлек. Қандай ий кеп тұр? Дауыссыз ий жазылады екен. Келесі. Биле. 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 Қандай ий кеп тұр екен? Дауысты ий кеп тұр екен. Дауысты ий кеп тұр. Келесі. Сүйек. Қандай ий келеді? Сүйек. Дауыссыз ий келеді екен. Келесі. Ирек. Ирек. Бұл жерде дауысты ий келеді екен. Дауысты ий мен дауыссыз ийді жазылуын жақсы меңгерсек, біз жазу кезінде сауатты жазуға дағдыланады екенбіз. Сонымен біз балалар бүгінгі сабақта қандай әріппен таныстық? И дыбысымен таныстық. И дыбысы бүгінгі біздің танысқан и дыбысымыз дауысты дыбыс болатын. Ал бұрында өткен и дыбысымыз дауыссыз болатын. Онда біз бүгінгі сабағымызда дауысты и дыбысымен танысумен қатар, дауысты және дауыссыз идардың жазылу ережесін, сонымен бірге балалардың көп қателесетін тиын және тиын сөздерінің жазылуымен таныстық. Сендерге мұғалімдерің үй тапсырмасын береді. Үй тапсырмасын ата-аналардың көмегімен ата-аналарыңа, жоғарғы сыныптағы аға әпкелеріңе орындап беруге болады. Ондай болса, үй тапсырмасына үлкен және кіші и әрпінің әрқайсысынан 2 жол жазу. Екінші тапсырма, и дыбысына арналған беттерді ата-аналарыңа оқып беріңдер. Ал үшінші жаттығу, тиын өлеңі бар, осы өлеңді жаттаймыз. Сау болыңдар, балалар.